Қайырлы күн, Абылай Қалдарбек YouTube каналының оқырмандары. YouTube каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырып балалардағы жалпы ветрянка, желшешек. Бұл не үшін бұл тақырыпты қозғап жатырмыз? Балалар арасында именно нейрогенна, яғни орталық жүйке жүйесіне асқыну ретінде осложнение қалдыратын вирустардың бірі. Көп адам ойлайды, ветрянканы негізі жеңіл-желпі түрде өтіп кетеді, барлық бала ауырады, ешқандай асқынуы жоқ деп, бірақ мен айтар едім, жалпы ветрянкада балаларда көптеген асқынулар болуы мүмкін. Тіпті панэнцефалитке дейін, яғни мидың қабатының зақымдалуының фонында баладағы мүгедектікке дейін алып баратын вирустың тобына жатады ветрянка. Қоздырғышы герпес зостер, яғни герпес семействосына жататын вирус. Енді ветрянка балаларда несімен қауіпті, сол туралы толық айтамыз, қалай қорғану керек, қалай емдеуге болады, симптомдары, белгілері қандай болады, видео барысында толық айтамын. Менің арнама тіркеліп алуды дәл қазір ұмытпаңыз, және лайк басып, сұрағыңызды комментарий бөліміне қалдырсаңыз болады. Жалпы Абылай Қалдарбек YouTube каналы, өздеріңіз білесіздер, баладағы түрлі ауруларды, нозология, патологиялардың барлығын сіздерге қарапайым тілде мен түсіндіргім келеді. Себебі ата-ананың бойындағы қорқыныш, ол бала денсаулығы. Баласы ауырған кезде әрбір ата-ана өзін қоярға жер таппайды, не істерін білмейді, тіпті интернетте де, Гуглды болсын, ютубты болсын ақтарып кетеді. Сол YouTube платформасына кірген уақытта сізге пайдалы ақпарат, қандай да бір ақпаратты, сіздің жаныңызды жұбататын ақпарат болсын деген мақсатта біз түсіріп жатырмыз. Сол үшін арнаны қолдауды және арнаға тіркелуді міндетті түрде ұмытпаңыздар. Жалпы герпес балаларда көбінесе герпесті инфекция болсын, ветрянка болсын, герпес семействомен шақырылады дедік. Герпес деген өте распространенный возбудительдің біреуі. Енді ветряная оспа балалардағы желшешек, ветрянка дейді халықта. Ол көбінесе бізде 10 жасқа дейінгі балаларда болады. Неге? Өйткені 10 жасқа дейінгі балалардың иммунный реакциясы, иммунный ответі бұл вирусқа төмендеу. Ол қалай жұғады? Жұғу жолы ауа тамшылы, яғни бір баладан екінші балаға ауа тамшылы жол арқылы, контакт болу арқылы жұғатын вирус тобы. Бір бала ветрянкамен ауырып жатыр ма, сіздің балаңыз бір балабақшада болса, игровой площадкада, торговый центрлерде немесе закрытый помещенияларда болатын болса, вентиляция неғұрлым жоқ пространство, жұғу вероятності соғұрлым жоғары. Осы нәрсені естен шығармаңыздар. Енді ветрянканың жалпы қорғану 100%-дық мына метод, мына әдіс сізде ветрянкадан қорғайды деп ешкім айта алмайды. Себебі ветряная оспаға қарсы нақты қорғайтын механизм жоқ. Вакцинация бар, платный прививкалар, вакциналар. Енді ол өз қалауыңызға байланысты, қаласаңыз на платной основе ветрянкаға қарсы вакцина алуыңызға болады балаға. Бірақ әрине ол вакцинаны алған уақытта 2-3 күнге дейін балада шамал көңілінің бұзылысы, шамал мазасыздық, аздап субфибрильді температура деген секілді жеңіл-желпі симптомдар болуы мүмкін. Енді алу, алмау балаңызды 100%-ді қорғау, ол өз еркіңізде. Даже сіз прививка алмаған күннің өзінде ветрянканың симптомдары қандай болады? Ең бірінші кезекте балаларда ветрянканың бірінші белгісі ол субфибрильді температура. Көбінесе салыстырмалы негізі 38-ден аспайды температура. 37,5, 37,7 және жедел басталады. Мысалға, таңертең сіз бақшаға жібергенде баланың денесінде еш нәрсе жоқ, кешкісін ол 5-6 бөртпе элементтермен келуі мүмкін. Мен сізге айтатын ерекшелік ветрянка емес екенін білу үшін қандай симптомдар болады бөртпеде? Бөртпенің түрі қабыршақтанған, яғни ішінде аздап сұйықтық бар тәріздес, аузы бар қабыршақтанған бөртпе болады. Екіншісі шаш бөлігінде болады. Шаш арасында, если дәл сондай бөртпе байқасаңыз, ол скорее всего ветрянка. Енді балада орташа есеппен инкубациялық период, яғни бала өз ағзасына жұқтырғаннан кейін бір баладан 21 күнге дейін сақталуы мүмкін. 21 күннің ішінде сіздің балаңызда бірінші жаңағы мен айтқан белгілер пайда болып бастайды. Кейбір балада 10 күн, кейбір балада 14 күн, ал кейбір балаларда тіпті 21 күні де шығуы мүмкін. Үйіңізде бір балаңыз ауырса, екінші, үшінші балаңыз үйде жүрген. Тоже ауру ықтималдылығы 80-90%. 10% жағдайда ғана балалар ауырмауы мүмкін, егер дәл осы инфекциямен, вируспен ауырмаған болса.
Ветрянка көр секілді өмірінде бір рет ауыратын заболевание, бірақ последствиясы алдағы уақытта шығуы мүмкін. Одан тоже ешкім қорғалмаған. Енді балаңыз ауырды делік, ветрянка болды, сіз қандай әрекеттер жасайсыз? Ең бірінші нәрсе, кез келген вирусный инфекцияда мен әрдайым айтатын нәрсе ол балада сусыздануды болдырмау. Яғни қажет мөлшерде жидкость беру, организмде интоксикацияны болғызбау. Соның фонында противовирусты ацикловир берсеңіздер болады. Конечно, 100% доказанный база емес. Ветрянкада обязательно ацикловир берсін деген ешқандай протокол жоқ, бірақ салыстырмалы герпес семействоға жататын вирус болғаннан кейін ацикловир салыстырмалы сізде әсер етеді балаға. Одан кейінгі нәрсе, денедегі қабыршақта екіншілік инфицирование болмау үшін, бала қасып ол жерге инфекция түсірмеу үшін қышу процесін тоқтату. Не істейміз? Әр элементті азанда бетте кешкісін каламинмен обрабатывать етіп отырсаңыз болады қосымша. Енді бұл стартовый терапия. Егер балаңызда приоритетті белгілер, егер сіздің балаңыз 2 айға дейінгі бала болатын болса, немесе балаңызда температура қатты көтеріліп түсуі қиындап жатса, немесе балаңыз қатты мазасыз, әлсіз болып, еметін бала болса, ембей жатса, тамақ жейтін бала болса, тамақтан бас тартып жатса, суды аз мөлшерде ішсе, немесе аяқ қолында ісік байқасаңыз, қосымша рвотный рефлекс балада құсу болатын болса, міндетті түрде дәрігердің консультациясы сізге керек. Бұл приоритетті белгі деген нәрсе уақытты өткізбей, мейлінше мүмкіндігінше дәрігердің консультациясына бару керек деген симптомдар. Дәл осы ақпаратпен мен сіздермен жалпы бөліскім келді. Баладағы ветрянкада енді сіз не жасау керек екенін, қалай қорғау керек екенін барлығын толық білесіз. Енді менің парақшама міндетті түрде тіркеліп алыңыз, видеоны өзіңіздің таныстарыңызға, WhatsApp группаларыңызға таратыңыз, жіберіңіз міндетті түрде. Ал негізгі парақшаны қолдау мақсатында міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Себебі алдағы уақытта біз тек ветрянканы емес, баладағы жалпы жөтел, құсу, кез келген симптомдар, витаминдердің тапшылығы, қандай витамин беру керек деген секілді көптеген ақпараттарды жүйелі түрде сіздерге шығарып тұратын боламыз. Мен бұған дейін бірнеше уақыт, 5-6 ай көлемінде бізде видеолар шыққан жоқ. Парақша уақытша тоқтап тұрды, канал уақытша тоқтап тұрды. Бірақ соның өзінде сіздерге қолдау көрсетіп, тіркеліп жатқан адам қаншама, енді біз жұмысты қайта бастаймыз. Дәл қазір тіркеліңіз, сұрағыңызды комментарий бөліміне жазыңыз, және қандай тақырып сізге қызық, қай тақырыпты қозғайық, баладағы қандай ауру немесе баладағы қандай белгі бойынша сізге педиатр инфекционист ретінде ақпарат берейік, сол туралы комментарийге жазыңыз. Мен білесіздер, педиатр инфекционист Шымкент қаласындамыз, Нұрсат 126 ауыл медклиникасы. Описание бөлімінде біз өзіміздің записке жазылатын номерді, мекен-жайды, контактный данный толық қалдырамыз. Дәл қазір, егер сізге көмек қажет болатын болса, хабарласып, консультацияға жазылып келуіңізге болады. Сау саламатта болыңыздар, келесі видеода жүздескенше.